Қайырлы күн, қыздар. Бүгін үй жағдайында кепси дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың қанаттарын барлығын осылай екіге бөліп, және сыртқа терісі деп айтамыз, соны түгел ажыратып алып тастаймыз. Терісінен ажыратқаннан кейін түрлі дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ең алдымен паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш, яғни ащы бұрыш, тұз және имбир қосамыз. Және сарымсақ қосып, барлығын араластырып, маринадтап 1 сағатқа жібереміз. Яғни барлық тұзы бұрышы сіңу үшін. Маринадтап болғаннан кейін кастрөлімізге май құйып, газге қыздыруға қоямыз. Одан кейін астына қалдырып кететін болам. Осындай біздің арнайы кепсиға арналған ұнтағымызға бірінші ең алдымен жұмыртқаның сарысына тауық қанаттарын батырып, одан кейін осы ұнтағымызға батырып, майға қуыруға жібереміз. Майда екі жағы батырылып қуырылады, яғни майымыз көп болу керек. Осында екі жағы батып тұратындай. Одан кейін пісті деген уақытта осындай ситымен сүзіп аламыз, немесе дұршылаппен. Осымен біздің кепсиларымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді үй жағдайында кепси болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлфайрус.